Карашығанақ Петролиум Оперейтинг BV жабық типті акционерлік қоғамы Қазақстан филиалы экологиялық кодексын 96 бабына сәйкес 20 мамыр 2022 жылы 17 сағат 00 минутте Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Пугачев ауылдық округінде Пугачев ауылы Қазақстандық 18 көшесі мекен жайында орналасқан мәдениет үйінде Қарашығанақ бірді кеңейту құрылыстың екінші кезегі КМГКК БКО жобасының әсерлері туралы есеп жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде ұйымдастырылатын қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды. Есеп жобасы бірыңғай экологиялық порталда hw.ekoportal.kz, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекеме сайтында танысуға болады. Есепті әзірлегеуші Технинка инженеринг контрактор жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Телефондар 8 711 33 75 559, 8 711 33 75 560. Барлық ескертулер немесе ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ табиғат төменгі сызықша ЗКО @mail.ru поштасында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күні қалғанша қабылданады. Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізеді. Бірыңғай экологиялық порталда және Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекеме сайтында белсенді сілтеме жарияланатын болады. Қосымша ақпаратты мына мекен жай: Ақсай қаласы Халықтар достығы көшесі 21/1, Қарашығанақ бизнес орталығының ғимараты, орын 27 және 8 711 33 66 331, 8 37 797 58 17 телефондары бойынша хабарласып алуға болады.